Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі біздің тақырыбымыз бір шамамен орындалатын есептерді шығару. Бірінші есепте берілген өрнекті шығарсақ, бізде биіктігін таба аламыз. Ол 60 метр. Екінші есепте стандартты орын 24 орыннан 6 адам, жайлы жабдықталған 12 орыннан 4 адам. Барлық қанша адам екен табуымыз керек. 24-ті 6-ға көбейтеміз, 12-ні 4-ге көбейтеміз де шыққан мөлшерін қосамыз. Сонда 192 адам. Келесі А есебінде болды 600 теңге, сатып алды 165 теңгеден 2 билет, қалды қанша теңге. Оны табу үшін 600-ден азайтамыз, 165 көбейтілген 2-ні. Сонда бізде 270 теңге қалған екен. Үшінші есепте бізде берілгенде кейбір сандар берілмеген, соның орнына өзіміз сандар қоймыз керек. Осы амал дұрыс шығуы үшін. Мен қойылған сандардың астын сызып шықтым. 220, 20, 5, 620, 570, 60, 170, 330, 50, 155, 292, 210, 840, 560 және 205 сандарын қойдым. Осылай сіздер шығара аласыздар. Келесі төртінші есепте оның астында бізде 3 есеп берілген. Бізде яғни ауданы белгілі, ұзындығы мен енін орнына бізге сандар қою керек. Барлығын қандай мүмкін нұсқаларды қоюымыз керек. Келесі екіншісінде ауданымыз 140 метр квадрат. А 14 метр болса, онда В 10 метр, А 20 метр болса, В 7 метр, А 28 метр болса, онда В 5 метр, және ұзындығымыз 35 метр болса, онда еніміз 4 метр болады. Үшінші есепте ауданымыз 350 метр квадрат. Ұзындығы 25 метр болса, ені 14 метр, 35 метр болса 10 метр, 50 метр болса 7 метр, 70 метр болса 5 метр болады. А есебінде бізде периметр берілген. Периметрдің формуласы қандай? Ол бізде былай болады. Ол төртбұрыштарға арналған формула. 2-ні көбейтеміз А қосылған В-ға. Мысалы, А бізде 40 болса, В 9 метр болады. Оны тексеріп көрейік. 2-ні көбейтейік 40 қосылған 9-ға. 2-ні 49-ға көбейтеміз. Сонда қанша болады? 98 болады. Не бізде дұрыс шығып тұр. Қалғандар да дәл солай. 35 пен 14 метр, 29 пен 20 метр, яғни А 15 метр болса, ені 34 метр болады. Енді бізде екіншісі периметр 120 метр, ұзындығы 40 метр, В 20 метр болады. 35 метр, 25 метр, 28 метр, 32 метр, 15 метр, 45 метр болады. Келесі үшінші есебінде периметр 140 метр. Ұзындығы бізде 40 метр, ені 30 метр болады. 50 метр болса 20 метр, 60 метр болса 10 метр, 25 метр болса 45 метр болады. Келесі бесінші есепте бізде астында сұрақтар құрастыру керек. Бізде мысалы сол аттракционда қанша демалушы болды, кафеде қанша демалушы болды, ең көп демалушы қай аттракционда болды, ең аз демалушы ше деп сұрақтар қойға болады. Ал мен А есебінен бастап кеттім. Сол аттракционы 32 демалушы, кафе 10 демалушы. Қаншаға артық демалушы? 32-ден 10-ды азайтсақ 22 демалушы шығады. Жауабында 22 адам артық. Алтыншы есепте бізде квадраттармен есеп берілген. Мысалы, біріншісін көрсетейін. 4-тің квадраты қосылған 7-нің квадраты. 4-тің квадраты 16, 7-нің квадраты 49. Ол яғни 7-ні өзіне 2 рет көбейтем. 7 көбейту 7, 49, 4 көбейту 4, 16. Қосамызда шыққан мәнін 5-ке бөлеміз. Сонда 13 шығады. Қалған есептерді де дәл солай шығарамыз. Жетінші есепте бізде 2 заңдылық берілген. Олардың заңдылығын табуымыз керек. Мысалы, астында бізде 1, 10, 3, 9, 5, 8, 7, 7, 9, 6 сандары берілген. Қалған 2 сандарды мен өзім жазып қойдым. Енді бізде 1, 3, 5, 7, 9, 11.
мысалды алайық. Онда осы санға 2-ні қосып тұр. 1-ге 2-ні қоссақ 3, оған 2 қоссақ 5, 7 деген сияқты. Онда бізде бір санды тастай отырып, оған 2-ні қосады. Енді астында 10, 9, 8, 7. Яғни бірден азайтып тұр. Сонда біздің сандылығымыз плюс 2. Осы 2-ні қосамыз, и одан 1-ді азайтамыз астынан. Енді астында 12, 11, 10. 12-ден 1-ді азайтып тұр 11, 11-ден 1-ді азайтып тұр 10. Енді 10-нан 1-ді азайтсақ 9 шығады. Бізде осылай заңдылықтарымызды таптық. Бүгінгі сабақ түсінікті болды деген ойдамын. Сау болыңыздар.